Қазақстанның халық артисі Шания Аубакированың кеші тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналды. Ақштық дирижер Дориан Уилсонның сүйемелдеуімен өткен концертте Астана опера театрының симфониялық оркестрі де өнер көрсетті. Концерт шымылдығы қазақ композиторының шығармасымен ашылды. Сонымен қатар Сергей Рахманиновтың фортепиано мен оркестрге арналған ля минор туындысы да орындалды. Кеш барысында тыңдарманға ұсынылған туындыларға 19 ғасырдың ең танымал эстрадалық және жаз жанрларын үйлестірген. Міндетті түрде біз қазақ композиторларын шығармалы орындаймыз. Біздің концертімізде біздің сүйкімді өте ең жақсы қазақтың композитор Тілес Қажығалиевтің Степна Леген деген сүйітін орындадық. Сол сүйітіді біз бүкіл әлемде біздің студенттер бұны ойнады. Лондонда да, Сеулда, Германияда, Берлинде, Италияда, Москвада. Мен ойлаймын, Қажығалиевтің музыкасы бүкіл әлемге танымал. Дориан Уилсон әлемдегі ең танымал маэстроның бірі. Ол Еуропа, Азия және Америка елдерінің көптеген белгілі оркестріне дирижерлік еткен. Музыка әлемінде оның өзіндік қолтаңбасы қалыптасып үлгерген. Ол фортепианоны жетік меңгерген, сондықтан болар қазақстандық серіктесінің кеші жоғары деңгейде өтуіне атсалысып келеді. Жания Аубакированы танитыныма 3 жылдың жүзі болды. Алғаш рет бірлесіп Кореяда концерт берген болатынбыз. Кейін Алматыда, Түркияда. Осылай концерттерде көп жолығып шығармашылық байланысты нығайтып келеміз. Бұл менің Астанаға 2-ші рет келуім. Қазақстандық музыканттар өте тәжірибелі, орындау шеберліктері де жоғары. Музыканттар таныстық арттырғанды жақсы көреді дейді Қазақстанның халық артисі Жания Аубакирова. Шетелдік сахна саңлақтармен серіктестік құру арқылы қазақ елін әлемге танытуға, сондай-ақ тәжірибе жинақтауға болатынын жасырмады. Кеш соңы классикалық жауқарлардың бірі Ромео Джульеттамен аяқталды. Бұл туынды көбіне балеттік қойылымдарда орындалатын. Бүгінде концерттік бағдарламалардан да кезіктіруге болады. Камила Маулен, мәдениетке саяхат, Астана.